Сәлеметсіздер ме достар, егер сіздердің айфонда каспиіңіздан доступтан ашық болған жағдайда интернет покупка ай сайын ала берсе, онда не істеу керек? apple.com/bill go деп осыған кіресіздер. Одан кейін астына как узнать дегеннен кейін ол report a problem apple.com бар ғой, соны басасыздар. Одан кейін сіздің карточкаңыздан алып жатқан ақшалар, қандай приложениялар бар, соны көреміз. Міне, мына жерде 7990 мета verified. Инстаграмнан ақша алып жатыр, ай сайын. Осы итого 7990 деген жерде кішкентай астына қарай стрелка тұр. Сол стрелканы басамыз, кейін посмотреть счет дегенді басамыз, көкпен жазылған. Кейін осы жерде инстаграмның жанында report a problem деп тұр ғой, соны басамыз. Так. Қайтадан посмотреть счет. А вот мына жерде управление подписками деген шығады осы жерден. Управление подписками басамыз. Одан кейін осы бізден карточкамыздан ақша алған приложениялар шығады. Мен мына жерде инстаграмды басамын. Менде қазір закрытый доступ, соны ашсам алып қояды ақша, сол үшін мына cancel subscription деген бар ғой, қызылмен жазылып тұрған. Соны басамын. Confirm. И болды. Бұдан былай ай сайын менен инстаграм ақша алмайды деген сөз. Осылай басқа приложенияларды осылай өшіресіздер. Мынаны өшіріп қойғам мен. Lightroom'дарды өшіріп қойғам. Солай өшіріп қойсаңыздар ай сайын ақша алмайды деген сөз.